осыдан жаңадан келін болып түскен кезімде есімде. Енді сол кезде кетем деп шын айтайын көп айтатын, өйткені сәл бір қиындық болып қалатын болса қашқым келіп тұратын. Өйткені әлі де ондай біреудің отбасына түскеннен кейін, ондай нәрсе көрмегеннен кейін өзімнің үйім тартып тұратын ғой. Сол кезде бір күні күйеуімді қатты қызғанып екеуміз ұрсып қалдық, қырылып қалдық. Сол кезде үйге кетіп қалдым. Әке-шешем үйге жақын тұрады ғой. Сол кезде үйіме барып едім, анам не болды деп сұрағаны сол еді. Әкем келіп қалды да. Демалуға келдім, бір-екі күн қонып кетейін деген ғой. Сөйтсем әкем 2-3 сағат демалсын да, шайын беріп, одан кейін ата-енесінің үйіне қайтадан барсын деп, сол кезде жоқ, бармаймын деп тұрып алғам. 1-2 күн қалайын да сағынып кеттім деп, сол кезде жүректері сезді ма, әке-шешемнің білмеймін ғой. Сол кезде полный продуктымды алып келіп, атайым үйіне тастап кеткен, қонақ болып отырып. Сол кезде айтамын да, егер де сол кезде қалып кететін болсам, қазір өстіп өзіміздің үй жайымыз, әйтеуір көлігіміз отырмайтын еді осылай. Осы времянкамыздың өзі 3 жылда әйтеуір квартирада жүріп тиындап жинап, қазір 3 балалы болып альхамдулилля отырмыз. Неде болса бастапқы кездегі кішігірім сынақтарға сынбай до конца баратын болсаңыздар, иншалла ата